Салем, бүгүнкү сабагыбыз Smiles 4-сынып People's Book'тун 4-5 беттерин өтөтүн болобуз. Сабактын таракырыбы Kazakhstan in the World of Sport. Казакстан спорт алеминде. Сабактын максаты спорт түрлөрү менен тааныштыруу, жаңа сөздөр менен таанышуу және тапшырмалар орундайтын болобуз. Ендеше кеттик. Эң биринчи тапшырманы берилгенин окуп аударабыз. Look at the pictures. Суретке кара. Which is a team sport? Which is an individual sport? Суретке кара. Team sport дегенimiz командалык спорт түрү. Individual sport дегенimiz жеке спорт түрү. Суреттеги берилген эки түрлүү спорт түрү кай түрүнө жатат дейди. 4 бетте эки сурет берилген. Бирөө футбол, экинчиси теннис. Осы жерден былай жооп беребиз. Футбол командалык спорт түрүнө жататын болгондуктан football is a team sport. Теннис жеке оюн түрү болгондуктан tennis is an individual sport деп жооп бересиздер. Келесі кезекте төмендө турган 4 сөздү аударайык. Бенди хоккейдин түрү, доппен ойнайтын хоккей, футбол, айс хоккей, хоккей, яғни муз айдынында ойнайтын хоккей түрү, кросс country skiing, шаңгы жарысы. Is there a sport you can play really well? Осы төмендө турган 4 спорт түрүнүн кайсысын сен жакшы ойнойсуң дейди. Ол суракка мисалы ретинде I can play football very well деп жооп берсеңиз болот. Немесе I can play ice hockey very well. Келесі сурак, which of these sports are popular in your country? Осы төмендө берилген 4 түрлүү спорттун кайсы түрү сиздин элиңизде таанымал? Бизде енді футбол мен кросс country skiing таанымал болгондуктан былай жооп берейик. Football and cross country skiing are popular in my country деп жооп беребиз. Енді экинчи тапшырма. Read and circle the word one out. Окуу сөздөрдү, артык сөздү алып таста. 4 спорт түрү берилген және сол спорт түрүнө катысты сөздөр берилген, яғни ол курал жабдыктары. Артык курал жабдыгын алып тастайтын боламыз. Ол үчүн артык сөздөрдү аударып аламыз. Футбол сөзүнө катысты сөздөрдү аударып алайык. Boots етик, helmet дулуга, shin pads тизеге киетін шолок. Ice hockey сөзүнө катысты сөздөр. Stick таяк, puck шайба, ball топ. Gloves колгап, racket ракетка, ball доп. Skis шаңгы, bat жарганат, poles тиректер. Енді артык сөздөрдү алып тастайбыз. Футбол оюнунда helmet керек эмес экен. Хоккейде ball топ кажет эмес. Теннисте колгап кажет эмес. Шаңгыда bat жарганат кажет эмес. Осы 3 сөздү белгилеп алыңыз. Children's games балалардын оюндары. 3-чү тапшырмада берилген listen, point and repeat. Тыңда, көрсөт және кайтала. Яғни оюндардын атауын айтамыз. Балалар соны көрсөтөдү китаптан және кайталайды. Play hopscotch. Play hopscotch. Play hide and seek. Play hide and seek. Play leapfrog. Play leapfrog. Have a sack race. Have a sack race. Play tag. Play tag. Play blind man's buff.
Төртінші тапсырма. Read, find some more sports facts, present them to the class. Төменде берілген екі мәтінді оқып, басқа спорт түрлерінің туралы мағлұматтар тауып, соны сыныбыңа оқып бер дейді. Did you know? Сен білесің бе? It is bad luck to wear yellow clothes when you play tennis. Теннис ойынын ойнағанда сары киімді кию жақсы ырымға жатпайды екен. 1951 was the year when the Medieval Sports Center near Almaty opened. It is the highest ice skating rink in the world. 1951 Алматы жағынан Медеу спорт орталығы ашылған екен. Бұл әлемдегі ең үлкен биік спорт айдыны болып есептелініпті.